орнықты, орнықсыз, талғаусыз. Орнықты дегеніміз, егер дене тепе-теңдік күйінен шығарылған дене бастапқы күйіне қайта оралатын болса, онда ол тепе-теңдік орнықты деп аталады. Егер тепе-теңдік күйінен шығарылған дене одан әрі тепе-теңдік күйіне ауытқи беретін болса, онда ол орнықты. Дене бөлшектерінің арақашықтығы өзгермей тұрақты болып қалатын дене. Жақсы. Екінші жылы ресурсы қажеттілікте Жамбыл облысының ауданында дүниеге келген. Жақсы. Қай ауылда дүниеге келген? Жақсы. Одан кейін Бұндағы Ойсауыл. Мына суретте не көріп тұрмыз? Біріншіден, мынау қарға аяғы батып кеткен, иә? А мынада? Ана суретте де? Біреуінде батқан, Так, бұл жерде F табатын болсақ, күшті? Көбейтілген S. Так, S-тің орнына тағы қандай формула бар? N, H көбейтсек болады. Және де F-тің орнына қандай формула қойсақ болады? MG. Так, MA немесе. Так, осы жерден осы формулаларды қорыта отырып, біз күрделі есептер шығарамыз. Бүгін мынаның жетішкасы өткен. 10 минут уақыт беріледі, уақыт кетті. Тақырыпқа таптырма сурет деп айта аламыз. Өйткені бұл жерде байқасаңыздар, таудан аққан өзен сулары ол ламинарлы қағазға жатады. Және де бұл таудан аққан су көлге келіп құйылады, ал желдің әрекетінен болған желдің арқасында судың бетіндегі жел арқылы судың қозғалғаны бізден турбуленттік ағысқа жатады. Және де бұл жерде байқасаңыздар, біз ұшақты да салып өттік таулардың төбесіне, өйткені бұл да аэродинамиканың негізгі бір бөліктеріне жатады. Жалпы аэродинамика және де гидродинамика дегендеріміз теңіздердегі кемелерді және де кемелердің құрылысын, желбезектердің қанаттарын және тағы басқа құрылыстардың сапасын арттыру мақсатында тәжірибелер арқылы іске асырылған. Жалпы гидро және аэродинамика дегеніміз газдар мен сұйықтықтардың қозғалыстағы газдар мен сұйықтықтардың қатты денелермен әрекеттесу барысында жасалады. Және де гидро және аэродинамика бізде тек қана осы кемелер арқылы емес, онымен қоса ұшу аппараттары арқылы, және де байқасаңыздар мұнайдағы Каспий теңізі маңындағы мұнайлардан сол жерден әртүрлі құрылғылар арқылы майларды алу және де тағы да басқа түрлі операциялардың барлығы осы гидро және аэродинамиканың кезінде арқылы жүзеге асырылады. Мен айтып кететінім осы ағын сызықтары туралы айтып кетемін деген ойдамын. Ағын сызықтары дегеніміз жанамаларының бағыттары кеңістіктегі жылдамдығының бағыттары бір-біріне сәйкесінше болатын болып саналады. Және де осы ағын сызықтарын өзіміз көріп тұрғандай, осы көлдің ішіндегі сызықтарды жатқызуға болады. Ламинарлық ағыс деп Дина айтып кеткендей, ламинарлық ағыс дегеніміз бір топта үзілмей, бір жақта ғана бүйтіп Егер де құрылығы жоғары болса, сұйылғыш өзгертілсе баяуланады, мысалға оған бал алсақ болады. Ал егер құрылығы төмен болатын болса, ол тез ағады. Мысалға оған суды, кофені айтсақ болады. Тағы да бір мысал келтіретін болсақ, көліктерде майын дұрыстау үшін оған құрылығы төмен және жоғары қылып бөліп алады. Ал бізге тәжірибемізге керекті құрал-жабдықтар, шкаласы бар ыдыстар, су, сұйық май және де бал, шариктер. Енді ең алдымен біз бал құямыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Келесі су құямыз. Енді ішіне шариктерді саламыз.
бірінші балға, сосын майға, үшінші суға. Ең бірінші бізде суға шарик тезірек барды, яғни оның тұтқырлығы ең азы. Одан кейін сұйық майға, оның тұтқырлығы одан сәл жоғарылақ, ал тұтқырлығы ең жоғары бізде балдырғы. Сосын өте Жай барды. балға батпаған, Май бар, май қарағанда қарағанда жай барды. жақсы отырады. Осы формуладан екі s-ті қысқартамыз. Одан кейін формуланы шығарайық. Енді осы жерден жылдамдықты қорытып шығарамыз. Осы формулаға келеміз және де осы берген өндіру орнына қоямыз да. Так, жазып аламыз барлығымыз. Сосын жауабын жұмыстар 8 деп қаламыз. Жазып аламыз. Жақсы. Так, мен бағалайын. Так, бірінші топтан. Так, Алияға және де Айсана,